Сан Себастьян деп аталатын испандық чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Дәмі өте керемет. Ауызда еритін ерекше чизкейктің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға творожный сырымызды салып, үстінен шекерді саламыз. Бір келкі болғанша миксерлеп аламыз. Үстінен ұнымызды саламыз. Ұнды кукурузный крахмалмен алмастыруға болады. Миксерлеп аламыз тағы да. Миксерлеп алдық. Енді бөлек ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып салып, осылай аз-аздан құйып араластыруымыз керек. Барлығын бірден құймаймыз. Миксерлеп аламыз осылай. Қалған бөлігін де құйып, бір келкі болғанша араластырып алуымыз керек. Араластырып алдық. Енді үстінен сливкиімізді аз-аздан құйып миксерлеуіміз керек. Барлығын құймаймыз. Менде 33% сливки. Бұл испандық чизкейкке 33-35% сливки керек болады. Осылай аз-аздан құйып миксерлеп жатырмын. 7-8 минут бойына осылай тоқтамай миксерлеп аламыз. Біздің чизкейк осылай қоюлана бастайды. Біздің чизкейк дайын десек те болады. Осындай кольцо менде. Осы кольцоның астына пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазын осылай кеңдеу етіп, үлкендеу етіп алыңыздар. Өйткені чизкейк піскен кезде қатты көтеріледі. Сол үшін жанына ағып кетпеу үшін осылай шығарып қоюымыз керек. Чизкейкті құйып жатырмын. Видеодағыдай 1-2 рет ұрып алыңыздар, өйткені әр жағына таралуы керек, және де бір қалыпты болуы үшін. Пешке 230 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің чизкейк дайын. Піскен чизкейгімізді бөлме температурасында суытып аламыз, және де тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Сонда өзінің қалпына еніп, керемет болып шығады. Және де бұл чизкейктің бір ерекшелігі, піскен кезде осылай күйгіңкіреп, күйген сияқты пісуі қажет. Егер де осылай қара болып күйгіңкіреп піссе, сіздер уайымдамаңыздар, өйткені бұл чизкейктің өзінің ерекшелігі. Сіздермен бірге болған арайлым, астарыңыз дәмді болсын. Бұл видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, комментарий жазып қойыңыздар. Лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көп видеолар болады. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған арайлым, келесі кездескенше сау болыңыздар.